халифат әміршісі Харун әл-Рашид бұдан бірнеше жыл бұрын Акбар әмірді франктар короліне елші етіп жіберді. Ол патшаны өз жерінде ұлы Карл деп атайтын. Кейіннен ол Рим империясының ұлы Карл атанды. Халиф ұлы Карлдың өте қуатты патша болғанын, бірақ оншама бай емес екенін және батыста жақсы бұйым жасайтын оның адамдарының тапшы екенін де білетін. Сондықтан ұлы Карлге өзі жіберген қымбат бағалы сыйлықтар сауда-саттық жөнінде жүргізілетін келісімге көмектеседі деп үміттенді. Бұл сыйлықтар бірнеше ай бойы дайындалды. Франк ханшаларына арналған қымбат бағалы тастардан үнді саудагерлері аз пайда тапқан жоқ. Олар жұлдызындай жалтылдаған сәуле шашқан гауһарлар, көкпеңбек сапфирлер, көк-жасыл інжулер, бериллалар, хризопрастар, күңгірт тапаздар, бақыт тасы, көгілдір ақықтар алып келді. Корольдің әйеліне және қыздарына арналған інжу алқаны бас халифтің өзі таңдады. Таңның атысынан күннің батысына дейін Бағдаттың ең шебер зергерлері, алтын бұйымдар соғатын асқан шеберлері аянбай еңбек етті. Құрттай балғалары мен диадемалары үшін алтын жапырақтар жасады. Алтын және күміс білезіктер құйды. Жақында батыстан қайтып оралған ғалым саяхатшы алтын түймелерден жасалған алқа дайындауды ұсынды. Бағдатта бай әйелдердің бәрінің дерлік мойнында осындай алқалары бар болатын. Ал Франк жерінде мұндай алқаны ханзадалардың өзі де түсінде көрмеген. Франктардың алтын заттары көп болғанымен, олардың бәрі де кәдімгі балғамен жасағандай тұрпайы еді. Сыйлық үшін аяқ білезіктері ғана жасалған жоқ. Франктың ақ сүйек әйелдерге жерге сүйретіп жүретін ұзын көйлек киетін еді. Франк әйелдері аяқтарын онша күте қоймайтын еді. Олар теңіз ұлулары қабығынан үгітіп жасаған ұнтақ пен тырнақтарын ысымайтын еді. Қынамен қызартып боямайтын еді. Тіпті табанының қатайып мүйізделген жерлерінде кесіп тазартпайтын еді. Аяқтарына киген шұлықтан бәрібір ештеңе көрінбейтін еді. Тіпті Яв аралындағы маймылдардікіндей балтырларын сары жүн басып кетсе де мән бермейтін еді. Франктың ақ сүйек әйелдері барлық басқадай асыл заттарға қарағанда сырғаны ерекше мақтаныш көретін. Осының бәрі жөнінде саяхатшы айтып келгеннен кейін, оның кеңесімен түсі қызғылт күлгін алма пішіндес ұзынша 12 жұп інжу таңдап алынды. Олардың ең ірілерінен корольдің әйеліне және қыздарына сырға жасалды да, ұзақтаулары басқа ханшаларға тарту етілетін болды. Корольдің өзіне арнап аса бағалы семсер дайындалды. Оның мүйіз қыны алтынмен апталып, нақышталды. Басынан аяғына дейін алуан түрлі гүлдер мен жапырақ суреттері салынып әшекейленді. Құйрықтары қымбат тастардан жасалған екі тотығыз лағыл тұмсықтарымен ашылған парақты тістеп тұратындай етті. Онда Алла саған арыстанның жүрегін берсін деген жазу жазды. Семсердің піл сүйегінен жасаған қынабына құны 10 000 түйелік гауһар тас орнатты. Ал бәрінен де әдемісі Шам шаһарынан алдырылған семсердің өзі еді. Әдетте семсерлердің өткірлігін қойдың басын шауып түсіріп байқайтын, ал король семсер үшін мұндай сынақ жарамсыз болды. Сарай күзетінің бастығы ол семсерді сынау үшін күнәһар құлдың басын шауып, қанын етегіне сүртіп, масаттанып таңдайын қақты. Сарай механиктерінің қолынан шыққан су жаңа сағатты да Харун әл-Рашидтің өзі қарап көруді ұйғарды. Ақылды үлкен машинаны алпамсадай 4 негр сарайға әзер көтеріп әкелді. Бұл негрлердің өздері де король Карлға сыйға тартуға арналған болатын. Күміс табаққа тарс етіп соғылатын қолашар уақытты білдіріп тұрды. Әр соққан сайын алебастыр мұнарадан піл сүйегінен жасалған арғымаққа мінген алтын адам шығып тұрды. Сағатқа қызыға қараған халиф ризашылығын білдіріп, сақалын сипап, мырс етіп күлді. Батыс әміршісінің күн сағатынан өзге сағаты жоқ екенін, ал түнде уақытты сарай қораздарының шақыруынан жобалайтын халиф біліп жүретін. Ақырында бәрі де дайын болды. Қыжыраның 2013 жылы, кәпірлердің 796 жылы январда 10 жастағы жан әкесі мен ұзақ мерзімге қоштасты. Акбар әмір Бағдатқа барып сыйлықтарды тізім бойынша қабылдап алып, қымбат бағалы заттар салынған қобдишалардың аузын және мата салынған сандықтардың аузын жаптырып, оған өз сақинасының мөрін басып, үнді пілін, араб жылқыларын, қолға үйретілген қабыландарды, маймылдарды, сұңқарларды, тоты құстарды қарап шықты. Славян құлдар мен негр құлдардың бұлшықеттерін ұстап байқады. Февральдың соңына таман керуен жолға шықты. Бағдат бұл кез Бағдат бақтарында күлгін бұлттай қаптап бадам гүлдеген кез еді.
Анда-санда көктемгі жаңбыр да себелеп қоятын. Далаға жаң кіре бастаған, көкпеңбек шөптер шыға бастаған шақ болатын. Бірақ Акбар әмірдің көктемді қызықтайтын мұршасы болмады. Теңізге дейінгі жол ауыр да ұзақ және қауіпті болды. Сирия шөліне еніп ұзаған сайын қайсар көшпенділердің шабуылын күнде-күнде тосып күтумен болды. Керуен күзетшілері темір сауыт киіп, қаруланған 300 атты әскер төртке бөлініп керуеннің алды-арты мен екі жанында жүріп отырды. Бамбук ағашынан жасалған олардың ұзын найзаларына жылқының бір уыс қара қылшығы тағылған. Алтынмен әшекейленген дөңгелек қалқандары жалт-жұлт етеді. Төбесі үшкір дулыға киіп, таспа бүлдіргісі бар семсер асынған күзет басшылары жиі-жиі жақын маңдағы төбешіктерге шығып, айналаға көз салып, ұзақ тесіліп қарап жүрді. Бірақ адам қарасы көрінбеді. Ерелеңдеп, шаң көтеріп келе жатқан керуеннен үріккен қара құйрықтар ғана анда-санда байқалып отырды. Сол сияқты жабайы есектер де көрініп жүрді. Әмір бәрін де ескеріп, бәріне де қамқорлық жасап келеді. Армияның суық тауларынан ұстап әкелген сұңқарлар көп мазаларын алды. Күн қатты қыза бастаған шөл далада оларды әсіресе ыстықтан қорғауға жетеді. Әр сұңқардың екі адамның күтушісі болды. Сұңқар үйретушілер оны иығына қондырып алып жүрді. Көмекші құлдар Қытайдың жібек шатырын ұстап, оларды күннен қорғады. Алда-жалда сұңқар өле қалса, екеуінің де басы алынатынын олар жақсы білді. Жеңіл бамбук ағашынан жасап, ұзын сырыққа орнатылған қамалған қытайлық қырғауылдардың ұзындығы 5 жынтақ құйрықтары ипаланып бүлінбеу үшін күн сайын ертемен жібектей қағазбен оралып отырды. Қолға үйретілген қабыландарды мойнына мыс шынжыр байлап жетектеп жүрді. Франктар жеріне жеткеннен кейін олар алтын шынжырмен алмастырылу керек болды. Жол нашар жерлерде қиналғаннан ырылдап қыңсылаған қабыландарды аяқтарын жаралап алмау үшін шарбаққа қамап арбамен алып жүрді. Қамқор әмір бәрін де аман-есен жеткізуді деуге болады, тек жүк тасушылардың үшеуі іші ауруынан өліп, негрлердің біреуі жерорта теңізіне суға кетті. Сол сияқты піл де пәлеге ұшырады. Карлдың ең сүйікті астанасы Ахенге 5 күндік жол қалған болатын. Ғаламат піл келе жатқанда корольдің өзі де оған қора жасауды бұйырған еді. Мұрнының орнында түтігі бар, тісі қабандікіндей, тіпті қабандікінен де үлкен, және өзі маңғаз хайуанды көру үшін франктар қаптап келіп жатты қалаға. Соңғы түнеген жердің біреуінде піл қайдағы бір улы шөпті жеп қойып, ертесіне орнынан тұра алмай қалды. Кеуіп кеткен қарыннан көз алмай, алдыңғы екі аяғымен жер тырмалап жатып, анда-санда қатты шыңғырып, маңына келген франк балаларын шошытып жатты. Акбар әмір бүкіл керуенді тоқтатуға мәжбүр болды. Ахенге пілсіз қалай барсын? Келесі күні таңертең піл өліп қалды. Оны қараушы ұшты-күйлі жоқ боп кеткендіктен қаһарына мінген елші оның басын алыңдар деп бұйырды. Ал піл бағушы бейшара өзін-өзі жазалап, қос маңында өскен өрме талға асылып өлген екен. Бағдаттан кейін Ахен қаласы әмірге өте кішкентай, әрі жұпыны, кедей, өте кір қала болып көрінді. Карлдың өз қора жайы да жұпыны екен. Франк ақсүйектері өз әміршілердің сарайын теңдесі жоқ деп мақтап жатты. Оны корольдің хатшысы әрі сәулетшісі Эгенгард салған екен. Елші ең алғаш осы құрылысты көргенде Бағдаттың халифасының бас күтушілерінің өзі бұдан да анағұрлым әдемі үйде тұратын есіне алды. Франктар сірә сәнқойлықты ұнататын көрінеді. Салтанатты қабылдау кезінде ұлы корольдің киіп келген алтын зермен әшекейленген шапаны жалт-жұлт етіп көздің жауын алды. Алтындаған кепісі де жарқылдады. Ал әмірдің таң қалғаны франктер әміршісінің шалбары қызылға боялған кенептен тігілген екен. Алғашқы кезде Акбарға ноғаны корольдің аңшылық салтанаты болды. Ал халиф сыйға жіберген сұңқарларды ол аңға алып шықты. Корольдің аңға салатын иті мен құсы, күтуші малайлары, қызметшілері өте аз екен. Харун әл-Рашидтің аңға шығатын нөкерлерінің оннан бірінде ғана деуге болады. Бірақ король аңшылығының ерекшелігі мұнда өмірінде бірінші рет аңшы әйелдерді көрді. Олар аласа сарайдан бірдің артынан бірі шығып атқа қонып жатты. Елшінің қасында бет-әлпеті оншама келіспеген, бірақ ақылды көрінетін корольдің хатшысы Эгенгард тұрды. Ол аңшы әйелдердің қиын есімдерін атап таныстырып жатты. Олардың сұлулықтарын, ізгі қасиеттерін баяндап жатты. Алла өзі кешірсін, мұсылманға кәпірлердің әйелдері мен қыздарына мұншама көз сүзуге болмайтын еді. Бірақ Акбар әмір
ол кезде 40-қа жаңа келген және Бағдаттан шыққалы әйелмен болмаған еді. Оған мұршасы болмай, сол бір арабтарға салқын, ал франктарға ыстық көрінген жазғы таңда халифе елшісі өзінің қаны қызып, тәні қозғанын сезді. Нашар көретін қысық көзді пәкене адам Игенгард әсем киінген әйелдерді мадақтап сайрай бастады. Қарашы, мынау Родриго, оның алтындай шашында қара қошқыл байланысы бар, тізбектелі таралған жалт жүз өткен асыл тастардың әсемдігі сондай бикештің басында алтын тәжге ұқсап тұр, солай емес пе деп қойды. Ал мына келе жатқан Берта, ол Карлдың қызы, сүйікті. Басындағы алтын шеңбері қандай, күміске алтын жалатқандай ақ сары шашы қандай, алтын жыбарластырып өрген сүттен әппақ төсін мойнына оралған сусар аймалап жатқандай. Міне енді албыраған қызыл бетінен қан тамардай жүзі күлімсіреп, жарқылдаған ақ маңдайына жарасқан қиғаш қасымен жаныңды қытықтап Феодорос келді. Оның алтындай шашына ділдарлар тағып тыстағандай, жарық жұлдыздай жалтылдаған отты көздері ұшқын шашып тұрды. Акбар елші тыңдап тұр. Қаншама күлкі қысқанымен ол өзін-өзі ұстап тұрды. Аңшы бикештердің бағалы әшекей заттарын қымбат бағамен сатуға тырысқандай-ақ, корольдің хатшысы оларды асыра мақтап жатты. Ал шындығында ол әшекейлер көркем емес, тастары нашар өңделгені көрініп тұрды. Елші оларды бірінші қабылдау күнде корольдің кенеп шалбарын көрген кезде байқап қалған болатын. Акбар келгеннен кейін 2 күннен соң елшілік құрметіне қабылдау болды. Олар Бағдат диадемаларын, сырғаларын, алқаларын факел шырағының дірілдеген жарығымен шағылыстырып тағып тұрды. Ассавирлер мен либделер де киілген. Құбдишалардың бәрінің бос қалғанын Акбар сезді. Егер елші өз елінде жартылай жабайы бедуин әйелдері мұрнына тағатын сырғаларды алып келген кезде, мұндағы сұлу бикештер оны да іліп алатын шығар деп ойлады. Аңға бара жатқанда бикештер нашар әшекейлерін тағып кетті. Сірәсі халиф жіберген сыйлықтарды жоғалтып алудан қорқыса керек. Бертаның ақ сусардың мамық жүн аймалаған төсі корольдің әмір Акбардың көзіне оттай көрінді. Оның алтындай шаштары қызара үлбіреп, күлкі ойнаған ұлы жүзі әсем еді. Франктардың әдет-ғұрыптарын байқап біліп алған әмір аң аулау кезінде Берта ханшаға таяп тәжім етті де сұңқарын жіберуге көмектесті. Бұдан кейін ол екеуі қатар жүріп шапқылап ойдым-ойдым ормандарды, қалың шөпті шабындықтарды ұзақ аралады. Батпақты өзен жағасындарда аттарын тежеп үйректерге атыла ұмтылған сұңқарлардың ұшуын қызықтады. Король қызы әмірден сұңқардай самқап ұшқысы келер ме екен деп сұрады. Елші ханшаның мойнын орап төсін аймалаған сусары болуды артық көретінін айтуды тілмашқа өтінді. Тілмаш еврей оны аударып түсіндіргеннен кейін Берта алғаш қысылып қалды да соңынан көңілдене күлді. Түнде Бертаны Акбар түсінде көрді. Король қызының төсіне жабысқан сусар да жоқ, тіпті үстінде лыпа да жоқ. Анадан туғандай мойнында, яғни либде алтын түймелерден тізіп салған алқа ғана қалған екен. Түймелер төсекке шашылып қалмасын деген оймен әмір оларды шешіп алып қойды. Ертеңіне ол корольға көзі шүңірейіп, көзінің асты ісініп келді. Оны байқаған король елшінің денсаулығын сұрады. Тиісті мәселелер жөнінде сөйлескеннен кейін король өзінің жеке меншік мекен жайын көруге шақырды. Ол Акбар әмірге ит бағылатын орындарын, мал қарайтын қоражайларын, бау-бақшаларын, әлі жас жеміс бақтарын көрсетті. Корольдің тоқыма шеберханасында көрді. Онда сакстардың 300-ден астам тұтқын әйелдер таң атқаннан кеш батқанға дейін жұмыс істеп мата тоқиды екен. Олар корольдің егін жайында аралап көрді. Қара бидай масақтанып тұрған шақ болатын. Король көңілді болды, оған елші ұнады, әсіресе халиф сыйлықтары қатты ұнады. Семсерді король өз төсегінің тұсына ілді. Ұйықтайтын бөлмесінің түкпірінен ғажап сағат орын алды. Сарай қораздарының қажеті болмай қалғандықтан бәрі дерлік сойылып тасталды. Осынша ғажап сыйлықтарды алыстан алып келген адам сөз жоқ құрметке лайық. Олар ұзақ қыдырды. Король Ахен қаласын Рим сияқты дәрежеге жеткізу жоспарын баяндады. Қоштасу кезінде елшіден өзінің таңғажайып тамаша елінен қашықта сағынышы билеп зерігіп жүрген жоқ па екен деп сұрады. Ұлы корольдің асқан қонақжайлығы Акбардың өз елінде емес екенін ұмыттырып жіберді деген жауапты естігенде ризашылық білдіргендей жымия күліп, ұзын мұртын сипады. Бұл мұсылман не айтуды біледі. Енді аяқ суытып белін жазсын деген оймен
өзінің сарай басшысы Сенешалды шақырып алып, әмірмен жігіттік жөнінде сөйлесуді тапсырды. Франктардың әміршісі ертедегі иудейлерді аса құрметтеп, өзінің академияда дәуіт аталуы тегін емес болатын. Императорлар көптеген заң шығарған болса, ал Карл олардікінен де көп заң қабылдап, ізгілікті де, кемшіліктерді де баршасын тәртіптеп, қалыпқа салуға ұмтылатын еді. Король Карл Егенгардтан Римде жезөкшелер үйі болғанын білгеннен кейін Ахенде де жезөкше әйелдердің бәрін жинап бір жерге ұстау қажет деп шешті. Жеке дара жүріп күнәкарлық жасамауға қатал тыйым салды. Заңсыз жезөкшелік жасаған әйелдердің шашы ұстарамен сыпырылып, денесіне бір шелек қара май жағылып, өз жастығының мамық жүніне аунатылды. Жексенбі күні таңертең жуынуға рұқсат етіледі де, бұдан соң іш көйлегіне дейін шешіндіріп, түскі ғибадат намаз алдында шіркеудің кіреберіс баспалдағына қойылады. Осы жерде шіркеуге кірер алдында діндар әйелдер күнәкар әйелдердің бетіне түкіреді. Ғибадат намаз аяқталғаннан кейін жендеттер оларды қала алаңына бүкіл елдің алдына көйлегін мойнына дейін тұрып қойып дүре соғады. Король капитуляциясына сәйкес жезөкшелер үйінде, яғни лунапарларда тұрып, заңды күнәқарлық жасауға келіскен жезөкшелер, біреулер оларды байкүнә үлгілі деп ойнап қалмау үшін Рим үлгісі бойынша қызыл көйлек кигізіп, қолдарына байлама тағып жүруі тиіс еді. Олардың жүргіштігін заң қорғады. Корольдің орынды деп шешкендеріне ешкімде тыйым сала алмады. Ахенге христиан дініндегі мемлекеттің елшілері келген кезде лунапарлардағы жезөкшелер король қазынасы есебінен ашылып, ол кезде өз қаласының азаматтары, тіпті әйгілі төрелердің өздері де оған жіберілмеді. Харун әл-Рашидтің елшілігіне қатысты қалай істеу керектігін Карл білмеді. Алғаш дін жағынан және заң жағынан басқалардан сұрап, мұсылмандарды христиан жезөкшелерімен жіберуге болатын болмайтынын білгісі келді де, соңында осы жолы кеңесшілес өзім-ақ шешемін деп ұйғарды. Су сағаттың әсем қоңырау үнімен семсердің жалт-жұлт еткен қымбат тастары король күдігін сейілтіп, оның ұйғарымыз солай болсын, барлық жезөкшелер халиф елшісінің билігінде екендігі жөнінде оған хабар берілді. Тек қайсы күні қай сағатта болатын хабарлау керектігін сұрады. Акбар әмірдің жас кезінде Византия жезөкшелер үйінде, яғни лунапарында болғаны бар болатын. Оны қазір жиіркенішпен еске алады. Кір басқан төсектегі қандалалар, күйісті зәйтүн майымен сыланған әйелдердің тістеліп жырымдалған тырнақтары, қарлығып қырылдаған үндері әлі есінен кетпейді. Ол көрген әйелдерді маймыл сияқты ұятсыз еді. Сондықтан бұлар Ахен жезөкшелеріне де барғысы келмеді. Бірақ июль айының жанды жадыратқан жылы түндері мазалап ұйқысын бұза берді. Елде егде тартып қартая бастаған күйеудің уыздай жас әйелі Берта ханым түсінен шықпайтын болды. Басқарушы Сенешал Акбар әмірді үгіттеп елшіні көндірді. Бөлме іші таза екен. Еденге жусан төсепті, оның иісі әмірдің есіне Месопотам даласын түсірді. Әмірдің бөлмесіне 18-дер шамасындағы сымбатты қыз әкелінді. Ақ сары шашын жайып тастаған, маңғаздаған тәкаппар қонақты ол тізерлеп отырып қарсы алды. Бірақ тез еркінсіп, батылданып кетті. Кенептен тігілген көріксіз көйлегін сыпырып тастады да, өзінше түсініксіз бірдеңелерді айта жүріп, жат-жұрт адамның шапанын шеше бастады. Әмір түні бойы онымен бірге болды. Махаббат ойынын мейірін қандыра ұзақ ойнағаннан кейін жаны жай тауып, көзі ілініп кетті. Ояна кеткенде көргені аласа бөлменің іші толған анадан туғандай жалаңаш әйелдер екен. Май шырақтың күңгірт жарығында олардың емшектері салпаңдап, өте үлкен боп көрінді. Әмір ұйқысының қанып қалған, енді ұйықтай алмасын сезді. Әйелдермен әзілдескісі келді. Сөйтті де төсектен қарғып тұрды. Бажылдап шыңғырған жезөкшелерді итеріп тастап барып есікті жапты. Бөлмеде қорқынышты айқай шықты. Bir қатар әйелдер тізелерін бүгіп отыра қалды. Басқалар еденге құлап түсті де соққыны күтті. Әмір жалаңаш денелерді аттап, өз киімдері қойылған бұрыштағы орындыққа барды да әйелдерге қарай бір уыс тиынды шашып жіберді. Күміс тиындар сыңғырлап тас еденге шашылып кетті. Тағы да айқай жо басталды. Бұл қуанышты айқай еді. Жезөкше әйелдер тізерлеп жүріп аласұрып тиын іздеді. Бірінің қолынан бірі жұлып алды да бір-бірін тырнап жұлыса бастады. Акбардың түнгі төсектес болған қызы қарғып тұрып үйме-жүйме болып жатқан әйелдерге араласпақ болған кезде Әмір оның қолынан ұстай алып, үндемей өзінің
Сақтиян әмиянын көрсетті. Әйелдердің бәрі кеткеннен кейін ол өз ақысына 10 сом алтын ақша алды. Тағы да тізерлеп отыра қалып, қонақтың қолына жармасып сүйе бастады. Халиф елшісінің бергеніндей байлыққа жас сексен әйелінің өмір бойы қолы жетуі екіталай еді. Осыдан 3 өткеннен кейін әмір қайта жолға шықты. Тағы да сыйлық алып келеді, бірақ бұл жолғы сыйлықтардың тауқыметі аз. Ақылды король өзінің шығыс әміршісімен бәсекелесе алмайтынын білгеннен соң халифке андалус аттарын, Британияның тазылары мен мәуіті шыға жіберді. Ондай мәуітіні халифат жерінде әлі тоқи алмайтын. Ол өте әдемі, өте көркем мәуіт еді. Елшілердің осында болған кезінде Акбар барлық көрген білгендерін ой елегінен өткізуге, өлшеп салмақтауға уақыт жеткілікті еді. Корольдің кенеп шалбарын, оның жұпыны да көріксіз сарайын, той тамашаларын, дәмсіз дайындалған астарын, өзінің зорланып қалай жегенін есіне алып жымиып күлді. Бірақ әйелдерші, олардың әйелдері қандай? Әмір Ахен даласында өжет аңшы Бертамен өзінің бірге қиқулап жортқанын, ол әйелдің көңілді күлкісін, өткірде тартымды сөздерін есіне түсірді. Бағдатта Берта, Сафо сияқты бірде-бір әйел жоқ. Ондай әйел анақта да жоқ. Сірә бүкіл халифатта да кездеспейтін шығар. Араб қыздарының көздері король қызының көздерінен әдемі болғанымен, грузин қыздары сұлуда сұңғақ болғанымен, еврей әйелдері құмар қанбастай қылықты болғанымен, бірақ олар бәрінің басында ештеңе жоқ қуыс. Олар да өзі шашқан дирхамдарды еденде еңбектеп жинаған жөкселер іспеттес. Олардың сұлу тәнінен, тәтті ләззатынан басқа ештеңелері жоқ еді. Ал өзінің қызы Жаншы өсіп бой жетеді, күйеуге шығады, сөйтіп ертеден кешке дейін жібек жастықта аунайды да жатады. Ештеңе істемейді, өсек айтады, жүрек айнығанша тәтті жейді. Үйіне жақындаған сайын әмір өзінің сүйікті қызы жөнінде көбірек ойлайтын болды. Ақыр оған мынадай ұлы ой келді. Жанды молда шалға тапсырып оқытуды ұйғарды. Құранның ешбір жерінде әйелдер оқымасын деген ештеңе жоқ. Оған тыйым салынбаған соң рұқсат етілгені ғой деп шешті. Осыдан бір ай өткен соң кішкентай қыз жылап сықтаумен аласа палисандр столға отырып оқуға кірісті. Ал 2 жыл өткеннен кейін өнеге, ақыл уағыздайтын кітаптарды мүдірмей оқитын болды. Ол үшін әмір молдаға 1000 дирхам, жібек шапан және Бағдаттың ақ есегін берді. Содан 1 жыл өткеннен соң молда дүние салып, бүкіл сарайдағы барлық ертегі және жыр кітаптар жанның бөлмесіне жиналды. 2 бөлімнің соңы. Құрметті тыңдармандар, егер ертегі ұнап, жалғасын тыңдағыларыңыз келсе, каналыма комментарий жазып, лайк басып, подписаться қалдырып тіркелуді ұмытпаңыздар.